Ассаламу алейкум. Америкадағы жігіт арнасына қош келдіңіздер. Мен мына біздің автотұрақ, мына жоғарыда үйлер, пәтерлер, сонда тұрамыз. Сол жолдасым қазір көлігімен келгенше сіздерге осы бейнемді жазып берейін деген. Қазір 3 күнде бір рет нені құямыз, жанармайды. Сол жанармайды қайттан көрсетейін дегенім ғой, қалай құятын. Адамдар жоқ, оны құятын. Қызметкерлер жоқ. Әрбір жанармай станциясында өзіңіз жұмыс жасайсыз, өзіңіз ашасыз, өзіңіз төлейсіз, құясыз дегендей. Қауіпсіздікке жауапты боласыз. Жанармайдың бағасы қазір мына жақта шығады. Негізі 1 галлоны $3.79, ал 1 литрі мына жерден көресіз қазір. Сол бізде қазір жанармай қаншадан болғатқан айтасыздар ғой, комментарийге жазыңыздар. Сіздерге жанармайды қалай құятынын көрсетейін дедім. Бірінші карточканы тығасыздар мына жерде. Сөйтіп пин-кодты егізесіздерді, сөйтіп карточканы суырып ал дейді, суырып аласыз. Одан кейін барып мынаны аузын көлікке саласыз да, сөйтіп мына қалаған бензиніңді жаңағыдай аласыздар. Мен өңкей осы ең арзанын құям, сапасы өте жақсы. Сөйтіп басасыз да, құясыз. Құйылып болғаннан кейін өзі өшеді. Өшкеннен кейін аласыз да, орнына қоя саласыз. Мінекей болды. Адам жоқ негізі. Біз Қазақстанда жаман үйренгенбіз ғой. Адам құйып береді, мына жақта әркім өзіне қызмет көрсетеді, былай айтқанда. Болды, мына арка дейтін. Ертең Америкаға келгенде қай заправкаға барам десеңіз, мына аркаға барасыздар, арка. Ал, көріскенше. Сол біздегі жаңалық. Құдай қаласа, Америкада 1 жыл болды жүргеніме. Сол 1 жылда не болған қысқаша айтып, қандай ой пікірлер туындағанын айтайын сіздерге. Жоспарларымызды айтайын. Келесі бейнебаянда болады. Ал енді арнамда қала беріңіздер. Америкада жігіт арнасында қалыңыздар.